Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы духовкада пісетін өте дәмді болып шығатын сырникидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: творог, жұмыртқа, манка, сметана, әрі қант ұнтағы және ваниль қанты мен қуырсытқыш керек болады. Ыдысымызға творог, жұмыртқа, сметана, басқа да заттардың барлығын бірден қосып аламыз да, біркелкі масса болғанша блендерменен араластырамыз. Егерде блендерлеріңіз болмаса, жай қарапайым шанышқымен де араластыра берулеріңізге болады. Осындай біркелкі болып шыққаннан кейін 15-20 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. 15-20 минуттай уақытымыз өткен соң, дайын қамырымызды алып, бір ас қасық немесе 1,5 ас қасықтай алып, формамызға құйып шығамыз. «180 градуста ысып тұрған пешімізге шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің сырниктеріміз дайын, өте пайдалы, майсыз болып пісетін, әртүрлі формаларға құйып пісірсеңіздер, осындай әдемі болып пісіп шығады. Менде осы порциядан 33-түк сырники шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес берем. Осындай жұмсақ, өте дәмді, әрі биік болып шығатын сырниктің рецебін өз қоржындарыңызға сақтап алыңыздар, достар. Достар, бүгінгі менің көрсеткен видео рецебім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, келесі видео рецебімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Келесі видео рецебімде кездескенше сіздермен болған Айгүл Қалиқызы.